Қайырлы күн, қадірлі көрермен және әріптестері. Жамбыл облысының өңірлік коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды. Добрый день, уважаемые зрители и коллеги. Региональная служба коммуникации Жамбылской области начинает свою работу в прямом эфире. Баспасөз конференциясының тақырыбы автомобиль жолдары саласында атқарылып жатқан жұмыстар. Бүгінгі облысымыздың бас медиаланның құрметті қонағы Жамбыл облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар басқармасының басшысы Саурықов Мұрат Құттыбайұлы. Құрметті Мұрат мырза, алаңызға қош келдіңіз. Ендігі сөз өзіңізде. Рахмет. Құрметті брифингке қатысушылар, қысқаша ағымдағы жылы жол саласында атқарылатын жұмыстарға тоқталып баяндап өтсем, облысымыздың жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары мен елді мекен көшелерінің желісі бүгінде 10.084 шақырымды құрайды. Оның ішінде республикалық маңызы бар жолдар 1194 шақырым, облыстық маңызы бар жолдар 1756 шақырым, аудандық маңызы бар жолдар 1700 және елді мекен көшелерінің желісі 5726 шақырым. 2024 жылы желілік маңызы бар автожолдар мен елді мекен көшелерін жөндеуге жалпы бүгінгі таңға 23,3 миллиард теңге бөлініп отыр. Бөлінген қаражаттар есебінен 16,5 шақырым көше жолдары және бір көпірді құрылыспен, 3 шақырым жолдарды қайта жаңғыртумен және 632 шақырым жолдарды орташа жөндеумен қамту жоспарланған. Оның ішінде 85,9 шақырым облыстық маңызы бар жолдар, 71,9 шақырым аудандық маңызы бар жолдар және 493,6 шақырым елді мекен көшелері. Барлығы ағымдағы жылы 132 жол жөндеу жобаларын іске асырып, 652 шақырым жолды құрылыспен, қайта жаңғыртумен және орташа жөндеулермен қамту жоспарланып отыр. Оның ішінде мемлекеттік бағдарламалар аясында айтатын болсақ, көліктік логистикалық әлеуетті дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасы аясында облыстық және аудандық мәні бар жолдар бойынша 30 жоба немесе 157,8 шақырым жобалар іске асырылады. Ауыл ел бесік жобасымен 166 жоба немесе 197,9 шақырым, өңірлерді дамыту бағдарламасымен 5 жоба немесе 18,3 шақырым, моноқалаларды дамыту бағдарламасымен 3 жоба немесе 1,2 шақырым, аудандық және қалалық бюджеттерден 125 жоба немесе 276,2 шақырым. Сонымен қатар жолдарды күтіп ұстау жұмыстары аясында жергілікті маңызы бар автожолдар мен елді мекен көшелерінде келесі негізгі жұмыстар жоспарланып атқарылады. Бұл 113.870 шаршы метр шұңқырлықты жөндеу жұмыстары, 385 текше метр жол жамылғысындағы сіңку орындарды жою, 1761 дана жаңа жол белгілерін орнату мен ауыстыру, 301 дана жол бойына белгі беру бағандарын орнату, 592 метр жасанды тегістіктер орналастыру, 13.817 шақырым жолдың жүріс бөлігін таңбалау, 101 шаршы метр шулы жолақтар орнату және 257 гектар өртке қарсы минералданған жолақтарды жырту. Жалпы 2024 жылдың қорытындысымен жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автожолдардың үлесін 99%-ға жеткізу көзделген. Оның ішінде жақсы жағдайдағы 65%, қанағаттанарлық жағдайдағы 34%. Ал елді мекен көшелер бойынша бұл көрсеткішті 87%-ға жеткізу межеленіп отыр. Оның ішінде жақсы жағдайдағысы 67 шақырым, қанағаттанарлық жағдайдағы 20%. Бүгінде жол жөндеу жобалары бойынша 332 жобаның 54-інде асфальт төсеу жұмыстары аяқталды, 123 жобада жұмыстар басталып жүргізілуде, 97 жобада шарт жасалды, жұмыстар енді басталады, 55 жоба бойынша конкурс рәсімдері жалғасуда. Мемлекеттік бағдарламалар кесінісінде ақпарат келесідей, бағанада айтып өткендей көлік логистикалық әлеуетін дамытудың 30 жылға дейінгі тұжырымдамасы аясында орташа жөндеу бойынша 30 жоба жоспарланған, оның ішінде 6 жобасы 2023 жылдан өтпелі. Оның ішінде облыстық маңызы бар жолдар бойынша жоспарланған 12 жобаның бір жобасы өткен жылдан өтпелі болып табылады, 11 жаңа жобалар. Бүгінде бір жобада жұмыстар аяқталды, 7 жобада жұмыстар жалғасып жатыр, бір жобада техникаларды мобилизациялау сатысында, 3 жоба конкурста. Аудандық маңызы бар жолдар бойынша 21 жоба жоспарланған. Оның ішінде 5-еуі 2023 жылдан өтпелі, 16-сы жаңа жобалар. Бүгінде бір жобада жұмыстар аяқталды, 13 жобада жұмыстар жүргізілуде, 3 жобада жұмыстар енді басталады, 3 жобада конкурс өтуде, бір жобада конкурс енді жарияланды. Өңірлерді және моноқалаларды дамыту бағдарламасы аясында 3 құрылыс жобалар және 5 қайта жаңғырту жобалары іске асырылуда. Оның ішінде атап өтетін болсақ, ағымдағы жылы Тараз қаласындағы Шастаков және Саңырақ Батыр көшелерінде қайта жаңғырту жұмыстарын аяқтап, пайдалануға беру жоспарланған. Сондай-ақ Тараз қаласындағы Барысқан және Бұрылабова тұрғын алқаптарында асфальт жол салу жұмыстары жалғасуда. Одан бөлек қозғалыс қарқындылығы артып келе жатқан Қаратау қаласындағы Арбатас, Панфилов, Тамдәулие көшелерін қайта жаңғырту жұмыстары басталды.
Сонымен қатар Мойынқұм ауданындағы апатты жағдайдағы Радай өзені арқылы өтетін көпірдің жаңа құрылысы жүргізілетін болады. Елді мекен көшелерін жөндеуге назардан тыс қалмауда, мәселен, ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасы және әл ауқатын жақсарту мақсатында жыл сайын ауыл ел бесігі жобасы аясында елді мекен көшелері жөнделуде. Биыл 166 жобаны іске асырып, 73 ауылдың 249 көшелеріне орта жөндеу аясында асфальт төсеу жоспарланған. Бүгінде 33 жобада асфальт төсеу жұмыстары аяқталды, 50 жобада жұмыстар жалғасып жатыр, 61 жобада жұмыстар енді басталуда, 22 жобада конкурстар аяқталу сатысында. Жергілікті бюджет есебінен 125 жобаны іске асыру жоспарланған, оның ішінде 14-і өткен жылдан өтпелі болып табылады. Бүгінде 19 жобада асфальт төсеу жұмыстары аяқталды, 47 жобада жұмыстар жүргізілуде, 30 жобада жұмыстар енді басталады, 27 жобада конкурстар өтуде, 2 жоба конкурс жариялау сатысында. Жол жөндеу жұмыстарының сапасын қамтамасыз ету үшін жылдағы тәжірибеге сәйкес оңды жол активтері ұлттық сапа орталығымен бүгінгі таңда 174,6 миллион теңгеге келісімшарт жасалды. Жалпы жол активтері ұлттық сапа орталығына автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, жөндеу және күтіп ұстау жұмыстары кезінде материалдың сапасына сараптама жүргізу, жол активтерін басқару, сондай-ақ осы автомобиль жолдарын ортасы жөніндегі арналған техникалық құжаттамаларға ведомстволық сараптама өткізу міндеттері жүктелген. Жыл басынан жөнделетін жолдар бөлімдерін бірлесіп тексеру кестесіне сәйкес сапа орталығымен 70 жерге шығып зерделеу жұмыстары жүргізіліп, 221 сынама алынды, 2 кемшілік берілді. Ол жұмыс барысында толығымен жойылды. Жоспарланған жобаларды іске асыру барысында битум тапшылығын алдын алу мақсатында тиісті Қазавтожол мекемесімен және энергетика министрлігімен тиісті жұмыстар атқарып жатырық. Ағымдағы жылы іске асырылатын жергілікті жолдарда жөндеу жобаларына алдын ала есеппен қажетті битум қоры 30 мың тоннаны құрады. Қазіргі таңда облыстағы ірі жол компанияларының битум сақтау қоймаларында 12.300 тонна битум қоры жинақталған. Оның ішінде қыс кезеңінде 9-да 1 мың тонна жол битумы жинақталып, бүгінгі таңда жұмыстар басталған. Жалпы жол битумы қорының әзірлену мәселесі де басқарманың тұрақты бақылауына алынған. Бүгінгі таңда енді автожолдардың сақталуы мен ұзақ мерзім қызмет көрсетуінің негізгі жолы ол пайдалану ережелері мен талаптарының бұзылмауын қамтамасыз ету. Бұл тұрғыда да біз ауыр жүк көліктерінің бақылау жүруін қадағалау мақсатында Жамбыл облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясымен бірлескен іс-шараларға сәйкес тиісті кезекшіліктер ұйымдастырылып, тексерулер жүргізілуде. Бүгінге жылжымалы көліктік бақылау посттарында 308 автокөлік құралдары тексерілді. Жылжымалы көліктік бақылау посттарында 585 әкімшілік хаттамалар толтырылып, 19-да 2 миллион теңгеге айыппұл салынып, жергілікті бюджетке өндірілді. Жалпы қысқаша жол саласында атқарылып жатқан жұмыстар осымен сипатталады. Тыңдауларыңызға рахмет, баяндама аяқталды. Баяндамаңызға рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма? Әріптестер, қосымша сауалдарыңыз болмаса, біз баспасөз конференциясын тәмамдаймыз. Құрметті Мұрат мырза, алаңызға келіп тақырып аясында толық ақпарат бергеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ал құрметті көрермен, тақырыпқа сай туындаған сауалдарыңыз болса, Жамбыл облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің әлеуметтік желіде ресми парақшаларына немесе WhatsApp желісіне жолдасаңыздар болады. Аман сау болыңыздар.